Қазақтың тұңғыш теміржолшы инженері, көрнекті саяси қайраткер, Алаш қозғалысының өкілі Мұхамеджан Тынышпайұлы 1879 жылы 12 мамырда Жетісу облысына қарасты Жыланды тау бөктерінде дүниеге келген. Мұхамеджан 1889 жылы Верный қаласында даярлық сыныбын бітіріп, гимназияға оқуға түседі. 1905 жылы Түркістан Сібір теміржол құрылысы курстық жобасын қорғап, Петербург теміржол инженерлері институтының теміржолшы инженері дипломын алады. Осылайша ол Қазақтан шыққан тұңғыш теміржолшы инженер, кейіннен Ресейдің екінші мемлекеттік думасының депутаты болады. 1906 жылы Красноводскіден Чаршауға дейінгі Орта Азия теміржолын қайта құру жобасында инженер қызметін атқарады. Сондай-ақ Әмудария өзені арқылы өтетін ескі ағаш көпірдің орнына металл конструкциядан көпір салу жұмыстарына қатысады. Мұхамеджан Тынышпайұлы 1907 жылы болашақ Түркістан Сібір теміржолының оңтүстіктегі Арыс станциясының Іле өзеніне дейінгі бағытын зерттеуге арналған экспедиция құрамында болады. 1907-1910 жылдары Мұхамеджан Ашхабад Ташкент теміржолының құрылысында арнайы тапсырмалар бойынша инженер болып жұмыс істейді. 1911 жылдан бастап Урсатив Әндіжан учаскесі теміржол құрылысының бас инженері болып қызмет атқарады. 1914 жылы Жетісу жолының оңтүстік бөлігін салуда теміржол учаскесінің басшысы, кейіннен Арыс Әулиеата желісінің бас инженері болады. 1916 жылы Қытайдағы қазақтардың ата жұртына оралуына атсалысады. 1918 жылы Алаш Орда төрағасының орынбасары болып тағайындалады. Азамат соғысынан кейін 1924 жылы Қазақ педагогикалық халық ағарту институтында математика және физика пәндерінен сабақ береді. Мұхамеджан Тынышпайұлы халық арасында ағартушылықты насихаттайды, қазақ жүздерін шығу тек жайлы мәліметтер жинап, олардың тарихын сипаттап, шежіре кестелерін құрастырады. 1926 жылы Тынышпайұлы Жетісу губерниясының жол бөлімінің басшысы есебінде Алматыға көшеді. Оның басшылығымен Алматы пішпек асфальтталған жол салынады. Алматы Талдықорған жолының құрылысына байланысты зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Алматы Қорғас жолының жаңа нұсқасы ұсынылады. 1927 жылы Тұрар Рысқұловтың ұсынысымен Мұхамеджан 1926 жылы құрылған Түрксіб құрылысына жәрдемдесу комитетінің құрамына кіреді. Сонымен қатар Мұхамеджан Тынышпайұлы жол пайдалану агенттерін оқытады. Оның бастамасымен 60-қа жуық қазақ жастарын оқыту курстары құрылады. Шоқпар асу арқылы темір жол төсеу жобасын ұсынып, құрылыс барысында 25 миллион рубль үнемдеп, Түрксіб құрылысын 1 жылға жуық уақытқа жылдамдатады. 1928 жылы Мұхамеджан Тынышпайұлының Лепсі құрылысының орнына Балқаш жолы нұсқасын таңдауға ықпал етуінің арқасында құрылыс кезінде шамамен 1 миллион рубль және темір жолды пайдалану барысында жылына 100 мың рубль үнемделеді. 1930 жылы тұтқындалып, 5 жылға Воронежге жер аударылады. Қуғын сүргінде жүрген кезінде басшылық бақылауымен жаңа Мәскеу-Донецк темір жол құрылысын басқарады. 1932 жылы Жетісу облыстық атқару комитетінің өндірістік техникалық бөлімінің және Сарыөзек Айнабұлақ теміржол учаскесінің басшысы болады. 1937 жылы контрреволюциялық әрекет жасады деген айыппен қайта қамауға алынып, өлім жазасына кесіледі. 1938 жылы түрмеде қайтыс болады. Кейіннен 1958 және 1970 жылдары 2 рет ақталады.